Салам, құрметті көрермен. Дәл қазір менің аттасым Назерке сіздерге омыртқаға арналған бірнеше жаттығу түрін көрсетеді. Ол үшін бізге күнделікті өмірде қолданатын орындық қажет болады. Жақсы, кеттік. Орындық алып алайық. Олай болса, біз бастапқы қалыпты қабылдаймыз, яғни біз орындықтың ортасына ыңғайлырақ отырып аламыз. Екі біздің аяғымыз иық ара қашықтығында тік бұрышта 90 градуста. Екі алақанымыз, яғни қабырға жағанымен бір-бірімен екі аяқтарымызда. Және бұл жерде жамбас сүйектеріміз жауырын және бас бір ара қашықтықта. Дәл алдымызға тікке қарай отырып жаттығу жасайтын боламыз. Жаттығу жасау барысында ең бірінші ол дене қызуы өзгереді, аяқ қолымыз ұюы мүмкін. Яғни не себепті? Себебі қысылып қалған қан тамырлары жақсы жұмыс жасай бастайды. Ең бірінші жаттығуымыз жаныс деп аталады. Яғни омыртқамызды асықпай жаймен алдыға доғаменен созамыз. Яғни бұл жаттығу омыртқа бойындағы ақауы бар жерді тауып алуға бізге тікелей көмектеседі. Қазір мен сізді тексеріп көрейін, яғни сіз дұрыс жасап жатырсыз ба? Жаттығу жасау барысында бізде әрдайым жамбас сүйектеріміз, жауырын және бас бір ара қашықтықта. Иық қолдарымыз біздің әрдайым бос, және де біз омыртқамызды асықпай жайменен алдыға доғаменен садақ ретінде созамыз. Осы қалыпта 2-3 минут жаттығуды жасайтын боламыз. Жасағанда былай қайттан келіп жоқ, олай жасаудың қажеті жоқ. Яғни сіз олай өзіңізге тікелей кері әсерін тигізесіз. Не себепті? Яғни бұлшық еттеріңіз қазір өте қатты нагрузкаға түсетін болады. Кері қайтарымға келетін болсаңыз, онда омыртқадағы бұлшық еттер және де спазмға түседі. Одан кейін омыртқа және омыртқа арасындағы диск ара қашықтығында бізде қысылып қалады қан тамырлары. Қай жерде сіз нагрузканы сезініп отырсыз? Мына жерде. Яғни бел аймағында сіз осы нагрузканы және осы бел аймағын алдыға қарай созып отырамыз. Ол ақауды анықтағаннан кейін не істеу керек? Омыртқа және омыртқа арасындағы ара қашықтықты ұлғайту үшін біз келесі жаттығуларымызды жасайтын боламыз. Қазір нагрузкаңызды жібермеңіз. Жақсы, мен де сізбен жаттығуды жасай отырайын. Күз келді деп күзге жаба берудің қажеті жоқ. Көңіл күйдің болмауы да омыртқамен байланысты болып жатады екен, иә? Негізінде омыртқадағы көптеген ақаулардың барлығы организмге тікелей әсер етеді. Ол бүкірлік, ол бас ауруы, ол көңіл күйдің болмауы, яғни айтамыз ғой, күзгі депрессия дейміз ғой. Яғни ол не себептен пайда болады? Себебі адам бүкірейген кезде бұл жердегі денесінің барлығы қысылып, яғни қысылған күйде организмде қан айналымы нашарлай түседі. Сол себептен қан айналымы нашарлай түскеннен кейін бізде мысалға қан оттегімен басымыз дұрыс қажетті қалыпта алмайды. Осы ретте айта кетейінші ата-аналарға, балаларыңыз сыныбындағы ұзын балаларды, қысқа балаларды бойына қарап мазақтамасын. Бөлуге кеңес бермеймін. Менің басымда болды. Мен кішкентай кезімде сыныптағы ең ұзын бала болғам, ең ұзын оқушы мазақтайтын. Содан міне қалған кішкене бүкірейіп жүремін. Оны енді сіздерге келіп түзейін деп жатырмын ғой. Екінші жаттығуымыз бізде керей деп аталады. Яғни керей жаттығу бұл жерде омыртқаны толыққанды доға арқылы созамыз. Яғни жамбас сүйектеріңізден жауырынға дейін барлық омыртқаны доғамен созу арқылы кеуде көкірек алдыға және жоғары, басыңызды иегіңізді өзіңізге Назерке және тік қарап отырасыз. Омыртқа және омыртқа арасындағы диск ара қашықтығы ұлғаяды. Қысылып қалған қан тамырлары босай бастайды да. Барлық ішкі бұлшық еттерге жұмыс жасатқызып жатырмыз қазір. Асықпай жаймен көкірегімізді алдыға және жоғары, жамбас сүйектерінен жауырынға дейін барлық омыртқамызды доғаменен алдыға қарай созамыз. Бұл жерде көкірегіміз ашылады, созылады, иек өзімізге бас түзу, иықтарымыз бос, осы қалыпта. Нагрузканы 2 және 3 минут аралығында ұстап отырамыз. Терлеп кеттім. Аяқ қол ұю, терлеу деген сияқты осы қалыпта пайда болады. Осы қалыпты сақтай отырып, келесі жаттығу. Ол бізде қыпшақ деп аталады. Рулардың атымен аталған жаттығулар. Яғни қыпшақ жаттығуы керей арқылы жасалады. Ең біріншіден біз барлық омыртқамызды доғаменен жақсылап созып аламыз. Кейін екі жауырынымызды бір-біріне қосамыз. Доғаменен созамыз. Және де екі жауырынымызды бір-біріне қарай қосамыз. Мойын жағын бірден алып кетті. Мойын, бұлшық ет жұмыс жасайды. Керемет, осы қалыпты сақтап отырыңыз.
Егер сіз басыңыздың айналғанын сезіп жатсаңыз, осы қалыптан жаймен шығуды сұраймыз. Ол үшін екі жауырын арасын босатып, асықпай, бір қолыңызбен іштен, бір қолыңызбен белден ұстап отырып, терең дем алатын боламыз. Осы қалыпта жаймен шығамыз. Сіз нагрузкаңызды босаттыңыз ғой, иә? Босаттым. Ең бірінші, ол ең біздің жақсы көретініміз, ол аяқты аяққа салып отыру. Мен жақсы көремін. Оны былай қоймаймын, оның үстіне. Былай қоямын. Яғни бұл жерде бізде дұрыс нагрузка именно мынау белге, яғни бұл жерде салмағымыз бір жаққа көбірек қана түседі да, жамбас сүйектеріміз қисаяды, ал оның салдарынан омыртқа ауытқи бастайды. Яғни сіз бұл жерде осы қалыпта отыру арқылы өзіңізге тікелей омыртқаның қисаюына әкеп соқтырасыз. Яғни күнделікті өмірде бізде дұрыс қалыпта 90 градуста аяғымыз өзімізге ыңғайлы қалыпта болуы мүмкін. Тұрып көрсететін болайын сізге. Екінші, ол ең көп кездесетіні, ол резко нагрузканы беру. Яғни тез алдыға еңкейіп қалу дейміз ғой, тез еңкею арқылы бұлшық еттерді қысып алу. Мысалға, сіз жерден зат алғыңыз келетін болса, онда иықтарыңызды дұрыс ұстап, яғни аяқ арқылы, отыру арқылы алуларыңызға кеңес беремін. Және де ең көп кездесетін ол аналар. Сол қалыпқа отыру арқылы және баланы көтереміз осы қалыптан. Дұрыс қалыптан көтеруге тырысамыз. Негізі жаттығу көрдіңіз ғой, жаттығу жасау барысында сырт көзге оңай болып көрінгенменен ол олай емес. Келесі кездескенше аман болыңыздар, тендеріңіз сау болсын, өздеріңізді күтіңіздер. Біз сізді жақсы көреміз. Сау болыңыздар.